Ақбота өнер орталығы 2022 жылы 1 қаңтарда басшымыз Ақбота Серік қызының бастамасымен 260 бала қабылдап, өз жұмысын бастаған болатын. Орталығымызда домбыра, ұлттық би, актер шеберлігі үйірмелері жұмыс жасайды. Мәдениет және өнер саласы ұйымдары мен қызметкерлерінің Рухани қазына 2022 фестивалінде балаларға арналған үздік ойын сауық жобасы 2022 номинациясы бойынша жеңімпаз атанып, дипломмен марапатталды. Шымкент қалалық қуыршақ және жасөспірімдер театрының ұйымдастыруымен 30 тамыз Конституция күні мерекесіне арналған Айбары мықты ата заң салтанатты іс-шараға қатысқаны үшін алғыс хатпен марапатталды. Сондай-ақ орталығымыздың ішінен Көзайым би тобы, Көзайым ансамблі құрылды. Сол аталған шығармашыл топтарымыз іс-шаралардан, үлкен додалардан бой көрсете бастады. Атап айтар болсақ, Данс Батл байқауынан Ханша би тобы Хаванна биімен 1-ші орын, Көзайым би тобы Өзбек биімен 2-ші орынды иеленді. Және де би күйі халықаралық конкурсынан да Көзайым би тобы Испан биінен 2-ші орын иеленген болатын. 2023 жылы жеткен жетістіктер де аз емес. 2023 жылдың наурыз айында Түркістан қаласында Алаш өнер орталығының ұйымдастыруымен өткен халықаралық Түркістан фест көп жанрлы өнер байқауында аспапта ойнау номинациясы бойынша Көзайым ансамблі 1-ші орынды иеленді. Шымкент қаласында домбыра күні аясында өткен Ұлы дала мұрасы атты мерекелік іс-шарасына қатысып, жоғары дәрежеде өнер көрсеткені үшін алғыс хатпен марапатталды. Және де Астана қаласында өткен Арт Бәйтерек 5-ші республикалық өнер байқауынан би жанры бойынша қазақ биінен гран-при, актер шеберлігі жанрымен соқыр қойылымынан гран-при, аспапта ойнау жанрымен 2-ші орынды иелендік. Сондай-ақ Түркістан қаласында өткен Түрксой республикалық өнер байқауынан аспапта орындау жанры бойынша Көзайым ансамблі секіртпе күйімен бас жүлде, салгүрең, ерке сылқым күйлермен 1-ші орынды иеленді. Және де кино түсірілімге жолдама алған болатын. Сонымен қатар Алматы қаласында өткен Жібек жолы республикалық байқауынан би жанры бойынша дирижер биімен бас жүлде, қазақ биімен 2-ші орынды иеленді. Актер шеберлігі жанры бойынша да орындар иеленді. Мектеп қойылымынан 1-ші орын, соқыр қойылымынан 2-ші орынды қанжығалады. Сондай-ақ 2023 жылдың аяғына таяу Шымкент қаласында өткен Big Stars халықаралық көп жанрлы байқауынан дирижер биімен 1-ші орынды иеленді. Сонымен қатар аспапта ойнау жанры бойынша Ер-тұран күйімен 1-ші орынды алған болатын. Ақбота өнер орталығы тек қана сахнада ғана емес, кино саласынан да балаларға мүмкіндік ашып отыр. Атап айтар болсақ, 2022 жылы орталығымыз Моншадағы әңгіме сериалын түсірген болатын. Және де осы 2023 жылдың аяғына таяу Анашым фильмі түсірілді. Және де 2023 жылы Анашым фильмі түсірілген болатын. Қазіргі таңда сол фильмнің тұсаукесерін өткізгелі отырмыз. Міне, осылайша Ақбота өнер орталығы аз уақыттың ішінде көптеген жетістіктерге жетті. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу жүректің ақындығы. Міне, мектебіміздің осыншама жетістікке жетуі ең әуелі Алла, одан кейін ұстаздарымыздың еңбегі. Орталығымыздың барлық ұстаздарына, ұжымға, оқушыларға, ата-аналарға өз алғысымызды білдіреміз.